Қайырлы таң, құрметті достар. Өздеріңізге бүгінгі күнімді тағы да астанамыз түнеріп жүруге шыққаннан жүгіруге шама жоқ. Жүрудің өзі күш. Жүруге шыққаннан бастап жаңбыр жауып бастады. Енді жүріп келе жатырған кезде ойланасың ғой. Жаңағы ішінен Алла тағалам жаңбырыңды жаудырмай қойшы деп келе жатырмын да. Бірақ енді Алла тағалам біздің айтқанымызды істей бермейді ғой, өзі біледі ғой. Істей берсе осы уақытқа дейін байып кетер ек. Жаңбыр кетті жауып, сіркіреп бастады да. И давай жауып бастады. Ойлап қоямын. Не істесем екен, не істесем екен? Жүре берем ба или тоқтатам ба қазір? Енді су болып ауырып қалам ба деген ой болды, соңын оны жерістіріп тастадым. Ондай жаман ойды ойламаймыз. Санамен күресеміз. Біз не ойласақ сол болады, сондықтан ондай жаман ойламаймыз. Құдай қаласа бәрі жақсы болады. Алла тағалам саған көш береді деп өз-өзіме сондай мотивация беріп плюс дисциплина керек қой, негізі тәртіп керек қой. Дисциплинам сәл менің шатайытса, сондықтан қой бұл жерден құртпай қояйын. Күнде жүріп жүрмін ғой, соны бұзбай қояйын деп осылай кетіп бара жатырмын. Енді жаңбыр жауып босады. 7000 қадамнан астым. Менің организм 7000 қадамнан кейін әлсірейді екен. Күнде байқаймын да, қарап қоям әлсіреген кезде. Сол 7000 қадамға дейін нормально жүрем да, 7000 қадамнан кейін уже баяулай бастайды екен. Сосын жаңағы 10.000 қадамға жететін кезде жүргім келмейді ғой уже. Жаңағы уже шама жоқ деген сияқты әңгіме ғой. Бірақ ойлап қоям, шүкір бұғанда Алла тағаламның осындай мүмкіндік бергеніне шүкіршілік деп күнде таңертең шүкіршілік айтуды жалғастырып жатырмын. Яғни біз өзіміздің қолымыздағы барымызға шүкіршілік ете білуіміз керек та. Біздің қолымыздағы барымыз біреуде жоқ. Мысалы біз таңертең тұрып жүріп жатырмыз, біреулер соны армандайды деген сияқты. Сондықтан өзіммен жұмыс жасауды жалғастырып жатырмын. Өзімді изучать етіп жатырмын десең. Кеше бір космоэнергетик таптым. Космоэнергетик. Баяғыда бір қыз айтып еді. Мен ауырған кезде ешкім емдей алмады. Жаңа прям мынау миы ауырған ба ана қыздыңшы. Ол қыз осыдан бір 5 жыл бұрын естідім ол қызда. Сөйтіп ол кезде әлі биткоиндар жоқ еді. Биткоинді жоқ емес, бар ғой, бірақ адамдар түсінбейтін еді. Сол кезде сол қыз айтады. Жаңағы мен дейді космоэнергетикқа бардым, сізге өтірік маған үшін менің немді сол қойдырды дейді, менің миымның ауырғанын дейді. Неше дәрігерлерге барып ешкімнің шамасы келмей жүрген еді дейді. Жаңағы сол менің жаңағы миымның ауырғанын қойдырды дейді. Сол миымдағы кеткен ғой мен. Космоэнергетик дегенді ести салысымен сразу жаңағы бұрылып қарап, жүгіріп барып телефонын алып алып, кетіп жатырған кездің өзінде маған мен сізге енді мен айтып жатырмын да енді жаңағы сәл бірдеме айтып кетпейсің ба деп ана қызға. Сөйтсем сразу маған қарап, қолымды ұстап әлек болған жоқ. Маған қарап, осыдан бір 2 күн бұрын ба, 3 күн бұрын ба сізде осындай нәрсе болды дейді маған. Мен оны жаңағы жоқ, мен ондай емеспін деп жатырмын ғой. Бір кезде осылай деп тарсылатып айтып тастап еді. Сол жерде аузым ашылған күй ашылып кетті ғой. Сондай бір Алла тағаламнан қасиеті бар адамдар көп қой бізде. Ол бір, екіншіден өздеріңізге осы видеоны осы жерден тоқтата салайын, ұзақ қылмай. Сосын келесі қызық болса, келесі видеоны жіберіп алмаңыздар. Егер дәл қазір менің айтайын деп жатырған ақпаратым сіздерге қызықты болса, келесі видеоны жіберіп алмаңыздар.